қызық спич болып сөйлейді өзім. Енді тағы ескере кететін жайт, бұл жерде жан-жақтан 12-14 топ жиналып, кім не істеп жатыр деп жарысуға жиналған жоқпыз, мақтануға жиналған жоқпыз. Біреу ерте бастады, біреу кеш бастады деген сияқты, біреуде жүйе бар, біреуде жүйе қалыптасқан жоқ деген сияқты. Сол себепті біздің оқырманымыз аз екен, біздің өткізген іс-шарамыз аз екен, оқыған кітабымыз аз екен деп бір ұялатын, ыңғайсызданатын жер емес. Аз да болса әрекет болған дұрыс қой енді. Жаңағы көшіре түсіреді дегендей. Тәжірибе алмасу. Тәжірибе алмасу жерде. Сіздер де көріп тәжірибе болашақта жаңағы ұсыныстарды қарастырып, сол бойынша бірге жұмыс істеп кету арқылы. Сол себепті ешқандай не жоқ деп жүрміз, сол сияқты ешқандай не жоқ. Енді ортаға келесі кітапсүйер әдеби-мәдени клубы Шымкент қаласы. Тақырыбы әупірім. Қалған 7 минут уақытым бар. Асып баратсаң осалым. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Барша қысқа тоқтала кетеміз. Біздің клубтың аты кітапсүйер құрылғанына небәрі 2 жыл болды. Келесі сайтқа ауыстырамыз. Оқырмандар саны орта есеппен 20, нақты есептеген жоқпыз. Орта жасымыз 25, арамызда бар көбісі студенттер және үлкен класстың оқушылары деп айтсақ болады. Енді санымыз 50 болғаны 50 деп жазған себебіміз, өйткені кетіп қалмағандарды ескерген кезде 50 деп ойлап отырмыз өзінде. Бірақ әр апта сайын келетін санымыз ол, яғни кезек-кезек бүйтіп. Былайша айтқан кезде әзірге бізде клубқа келу өмір салты апта сайын қалыптаспады деп айтсақ болады. Бір проблемамыздың бірі осы деп айтсақ болады. Одан кейін келесі сайт. Басты кедергілер бізде үй-жай ізденіс болды, яғни мынандай тұрақты кітапхана табу жолы уақытты көріп алды. Оның шешімі ретінде біз жаңа кітапхананың директорын емес, сол директордың астында жұмыс істейтін және осы отбасы хрестоматиясының хабардар қызметкерлерді сөйлесуге тырыстық. Соның арасында Гүлзира апай деген апайымыз шықты. Яғни сіздерге ұсынатынымыз, егер сіздерде де осындай кедергі болса, тікелей директорымыз астында да адамдармен былайша адам секілді сөйлесуді, күніге қарап сөйлесуді қалыптастырсаңыздар, тез жол деп сол деп ойлаймыз. Одан кейін оқырмандардың кітап оқымау деген кедергі болды бізде, яғни кітапты қоямыз, тақырып қоямыз, жарнамасын жасаймыз, адамдар үйіп келеді. Бірақ арасында оқығандар 2 жыл ғана болып отырады. Бұған талпынысымыз бізде жаңағы чатымызда күн сайын жаңағы митте жиналып отыру деген қалыптастырып көрдік. Соның белгілі бір нәтижесі болғандай болды, бірақ кемшілігі оның уақыт алады екен, яғни тұрақты күнде кешке оқып отырудың жағдайы. Адам табу қиын адам. Одан кейін келесі слайд бойынша айтатын болсақ, келесін айта берейін. Біздің басты көзіміз кітапсүйер лагері және қиссасүйер клубы деп атасақ болады. Бұл жерде, яғни бұны көзі деп атымыз, тұрақты түрде мектептердің арасында каникул кездерінде және жазғы каникул кездерінде лагерді тұрақты түрде өткізіп жатыр. Оны тұрақты болуын қамтамасыз етіп отырған бізде Жасұлан ағамыз қазір шыққаннан кейін сол кісіден сұрай берсеңіздер болады. Және сол кітапсүйерде бізде былайша айтқан кезде енді жобалап айтқан кезде шамамен 500 бала келіп кеткен шығар, 3 жыл тоқтамай келе жатқанын ескерсек. Және арасында бір бала апатта жұтамай кетті деп, жұтамай кетпеді деп айтсақ болады. Яғни кем дегенде әрқайсысы бір апаттан жұтып кетті. Және де сол клубты жаңа бір олқылықты пайда болдық. Енді каникулдан кейін бала мектептеріне кетеді, басқа ортаға түсіп кетеді, жаңағы жаттаған мәселе болып кетеді деген секілді. Сол олқылықты толтыру мақсатында қиссасүйер клубын қосымша ашып, яғни осы үлкендер секілді олар да апта сайын бір-бірімен көрісіп, санасып, амандасып тұратын соны шешетін жоба ретінде қарастырып көрдік және жыр-кештерін өзімізше жарты жыл сайын бір рет ұйымдастыруға тырыстық. Оны да жаңағыдай адаммен Марат Сүрбай деген жыршымыз бар, сонымен таныстығымызды пайдаланып деген секілді ұйымдастырып отыр. Және бұл жерде біздің ерекшелігіміз жыр-кештерінің жаңағы тау, яғни табиғатқа шығып 2 күн арнап бір түн бойы жырлауға әрекет жасадық және өте сәтті өтті деп айтсақ болады. Көп рахмет, Талғат. Ниетіміз
ұсыныстар айта бер. Бұл жерде кітаптар бар ғой, мысалы отбасы хрестоматиясының сары кітаптары және басқа да философия кітаптарды бойына 140-тың форматы өте сәтті ғой, ұбт-ға дайындайды. Яғни есте сақтауға және меңгеруге деген секілді. Сол жүйені, тұрақты жүйені сол кітаптарда өзіміз пайдаланып көрсек деген нәрсе бар. Яғни біздің де клубтың оқырмандардың қалыптасуына әсер еткен сол біздің хисса сүләмбияны осы 140 форматымен өткізудің арқасында деп айтсақ болады. Қандай 140 формат? Оның ерекшелігі 10 айында жаңағыдай адамдар нақты бір тапсырма қойып алады, мынандай тапсырма орындау керек деген секілді, лекция жазу керек, жаттау керек, сосын бір модератор болады, бәрін қабылдап отырады. 10 ай. Бағана платформаны пайдалануға болады ма? Болады. Соның ішінде дамытсаңдар, что мен оның ішінде андай да ұсыныстар бар да, тек оқушылардың арасында емес, қарапайым оқырманның арасында, сосын ол жерде тек отбасы хрестоматиясының ғана кітаптар емес мәселе. Барлық кітаптарға да, осыны қайта осыны сол жерге қосып жіберіңдер да, дамытып ойларын босайтын болады. Екінші ұсыныс әулиелерді жүйелеу, яғни біз ауызбен барып келе береміз, бүйтіп барып келсек дейміз, бірақ жүйе қалыптаспағаннан кейін, жаңағыдай дедлайн болмағаннан кейін өмірі жаңа шеттесіп барады. Сол екінші сөзіміз. Жастар. Келесі орындарға Тараз қаласы өркениетті адам сөз Қуанышбек Нұрдәулет және Азубай Шұғылан қарындасымыз тақырып өркениетті адам. 7 минут уақыт. Тараз бір деп тұрады. Егер уақыт қатты тығыз болса, анау кедергілер, ортақ шешу керек заттар, көмектер деген болады бір-бір клубтан. Сол заттарға көп тоқталсаңыздар, мысалы, ақырын анау 7 минут сөйлетіп алды қазір. Сондықтан ана соңына келген кезде ұсыныс айтылмай қалды. Айтамыз, ұсыныс бар. Сондықтан ана жақтарын қысқарта беріңіздер де, барынша ұсыныстарыңыз, проблемаларыңыз бәрі болсын. Жақсы. Біздің клуб Тараз қаласының өркениетті адам қоғамдық бірлестігі келесі айтып өтіңіздер. Қоғамдық бірлестік ретінде жұмыс жасап тұрмыз. Соңына қарай айтамыз. Келесі. Бізде өркениетті адам, яғни еңкейген қариядан хат таныған балаға дейін ешқандай есепсіз шынайы араласу. Яғни біздің топта, яғни Тараз қаласында көбінесе мынау орта жастан кәрі жастағы буындар өте көп. Яғни жастар бізде өте азырақ. Келесі. Өтердік келесіге. Дауыс бастырсыңыз болады. Бұл жерде, яғни бір жерде отырсаң, басын қосып, бірінің сөзін қосып. Яғни бізде өркениетті адам қоғамдық бірлестігінде, айтып өткенімдей, бізде көбінесе орта жас пен үлкен жастағы кісілер өте көп. Яғни жастар 20 жасқа дейінгі балалардың саны қолмен санарлықтай. Шұғыла сияқты мен, Айша, бағанағыдай Амина деген сияқты жастар 5-6 ал қалған кісілердің барлығы үйленіп кеткен, отбасыда немесе пенсияда отқан үлкен кісілер. Яғни біздің басты мақсат бұл жерде үлкен кішіге қарамай, яғни бірге осы Тараз қаласын кітап оқитын мемлекетке кітап оқитын қалаға айналдыру. Мына видеоларда қарап отырсаңыздар, кеше ғана бізге Тараз қаласына 17 мың кітап келді. Яғни 17 мың кітап келді. Бұл жерде біз өркениетті адам қоғамдық бірлестігі болып 17 мың кітапты келген кітапты өзіміз қарсы алып, яғни арнайы өркениетті адамның бір үлкен кісілері өздерінің үйін қоймаларын беріп, сол жерге кітаптардың бәрін түсіріп, кітап таныған баладан бастап қартайған әжеге дейін сол жерде түнгі 11-ден бастап келесі күні түске 4-ке дейін тоқтамай коробкаларға барып салып, 15 сағат тамақсыз, ұйқысыз сол нәрселердің бәрін реттеп, Жамбыл облысының кітапханаларына осы кітаптар тараттық. Оның ішінде қазіргі отбасы хрестоматиясының төрт майданы, белсенді болмыс, жаңағы Сияр Шәріп деген секілді кітаптардың барлығы, осы отбасы хрестоматиясының кітаптары өркениетті адамның көмегі арқылы Жамбыл облысының барлық кітапханаларына енгізілді, толық оқылды. Келесі, енді бұл негізі мен құрған ағадан сұраймын, жалпы бұл өркениетті адам дейтін клуб қай уақыттан бері жұмыс істейсің? Айтыңызшы, тұрды 2011 деді маған.
мен ол кезде 6 жастағы бала сияқты еді, 2006 жылы болдым. Түсінбей қалдым, 2011-де істедім. Сөйтсем, Құрманаға енді ол жерде бетіне әлеуметтік желіге қазір салу жоқ ол заманда. Бір нәрсеге жүктеу жоқ. Құрманаға, яғни 2011 жылдан бері осы өркениетті отбасы хрестоматиясының Шәкәрім атамыздың сыр сөздерін ешкімге айтпай, өзін ешкімге мақтанытпай көрсетпей, балалардан Шәкәрімнің жарыстарын өзі өткізіп отырған екен. Бірақ оны ешқандай халық та ешкімге білмеген екен. Соны 2011 жылдан бастап біздің негізі өркениетті адамның бастамасы басталған екен. Яғни келесі 2020 жылдан бастап және чат ашыла бастаған үлкен аталарымыздың. Одан 2024 жылы біз келдік. Шоғла келді, мен келдім. Сосын ол кісілерде басында 5-6 адам кітап сұраймын, қалай болды деп басында. Сөйтсем, Салтанат дейтін әпкейін Алматы Астанадан отбасы хрестоматиясының 4-5 кітабын әрең алып берді деген. Сөйтіп алып кеп, 5-6 адамды шақырып, әрең дегенде бір апайымыздың массаж жасайтын орталығы бар. Сол жерге постаментте отырып талдап бастаған екен. Сол жерде бастаған. Кейін біз келдік, жастар келді, ол кісілер біраз үлкен аталар жиналып қалған екен, ата-бабалар. Сөйтсе, не клубтың атауы жоқ, не клубтың Instagram парақшасы жоқ. Жалпы қаңылып жатқан жоқ, өсу жоқ. Кейін біз шолағандасын мен басқақанды келіп жатып, яғни Instagram парақша ашып бастадық. Өркениетті адам қоғамдық бірлестігі ретінде осындай парақшалар жазып, неше түрлі көптеген посттар салып, яғни 1,5 жылдың ішінде осындай әлеуметтік желіде осындай нәтижеге жеткеніміз бар. Яғни оқырмандар саны 150 дейміз группада. Оның келетін келмесі бар. 35-40 қана адам келеді. Оқырмандардың орташа жасы 35-40 жас. Келесі. Яғни адамзаттың бәрін сүйіп ауырын деп, және хақ жолы әділет деп Абай атамыз айтқандай, армия ұяттың алдында жауапкершілік арқалау. Яғни бізде өркениетті адам қоғамдық бірлестігінде 2 аптада 1 рет кітап талқылар өтіледі. Яғни мектептерге отбасы хрестоматиясының кітаптары презентациялар жүргізіледі. Яғни 1 жылда кемінде 2 ауқымды іс-шара ұйымдастырамыз деп өзіміз мақсат қойғанбыз. Және де сыр сөз оқырмандар клубы бар. Келесі, қазіргі 1,5 жылдың ішінде қазір көрсететін дүниелер негізі мәссаған қалайсыздар мынандай көп нәрсе істеп тастаңыздар деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ бұлардың артында тұрған кісілердің барлығы бағанағы Құрман ағалар үлкен кісілер. Өйткені олардың бойында үлкен потенциал тұрды. Кәдімгідей үлкен кісі болса да аш дерттенген кісілер. Бірақ сол кісілер бізге жастарға бағдар беріп, міне қашап, ане қашып деп отыратын адамдар болмаған. Сол кісілердің арқасында, сол кісілердің дұрыс бағдар беруінің арқасында біз көптеген нәрселерді істеп өттік. Яғни бізде айына 2 айда 1 рет отбасы өркениетті адам қоғамдық бірлестігінің оқырмандары осылай сұхбат беріп отырады. Келесі. Міне, бұл бізде, яғни біздің үлкен кісілеріміз, яғни Айнұр әпке, Құрман аға деген сияқты үлкен кісілер 1,5 жылдың ішінде міне осындай 10 мектептерді, және де басқа көптеген мектеп болсын, гимназия болсын, колледждерге барып, отбасы хрестоматиясының кітаптарымен таныстыру жүргізген болатын. Келесі. Коллаборация, яғни біз басқа колледждермен, неше түрлі колледждермен осындай өркениетті адаммен бірге коллаборация жасаймыз. Яғни мамандықтың мәні. Қазіргі көптеген мектептерде мамандықты не үшін таңдау керек екендігін білмейді. Немесе оның астарында жаңа ақша, немесе ата-анамның таңдау деген нәрселер тұрады. Яғни сол нәрселерді оқушыларға дұрыс жеткізу мақсатында біздің осындай кісілер осындай коллаборация жасап, мектеп колледждерге мамандықтың мәні, яғни отбасы хрестоматиясының кітаптарын таныстырды. Келесі, қандай іс-шаралар жасалды? Келесі презентация. Бізде, яғни, бір аптаның балалары, яғни біз бастап көрдік, бізде қазір телеграм каналында 5-9 басында қазір мыңнан астам онлайн отырған оқырмандар бар. Яғни сол оқырмандарға біз өзіміз қандай бағыттағы кітаптарға кітап жарыс істей аламыз, сол телеграм каналдарға жүктеп онлайн кітап сайыстарын істеуге бізде мүмкіншіліктеріміз бар. Келесі бізде ең алғаш Тараз қаласында өткен ауқымды нәрсе бұл кітап бәйгесі. Яғни Тараз қаласындағы Баласоғам деген залда біз 2000 адамды осындай Баласоғам залына жинап, Безен және болмыс кітабы бойынша үлкен кітап сайысы өткізген болатынбыз. Яғни
бұл кітап сайысында, яғни бұл кітап сайысын негізі өткізу өте қиын болды, дұрыс айтқанда. Кәдімгідей біз бұл мына адамдардың бәрін шақыру үшін біз Абдалламен Гараларға шықтық. Яғни ол кісілер бізге басына рұқсат берген жоқ. Бірақ енді құрман ағалардың сүймелдеуімен, айтуымен біз осындай үлкен бір қызықтар өте көп болды. Кәдімгі қолымызға афиша ұстағанбыз. Әр ауылдың, әр жамбыл облысының мектептеріне біз директорларға кіруіміз керек. Бейсен және болмыстың презентациясын кітабын ұйымдастыру үшін. Яғни біз ұйымдастыруымыз керек болды. Қолымызға парық беріп қойған, жамбыл аға бар, құрман аға бар. Енді директорға кіру керек қой. Қолымызда печат бар, кіруге болады деген. Кіреміз, маған тұрады да бар, сөйлейді. Мен директордың алдында деп тұрам, жамбыл аға тұр былай дейді да, өзінің жаңа түсіндіріп, барлығын айтып береді. Солай 2-3 рет кіріп барып, басқа директорлердің алдына сөйлеуге, ұсынуға, яғни кішкене пісіп жетіліп, сөйлей бастап, жамбыл облысының барлық мектептеріне осындай Бейсен ағамыздың кітаптарын бірге беріп, және афиша тастап кетіп, осындай соңында осындай дәрежелі деңгейге жеткен болатынбыз. Келесі бізде қаншаны өнер презентациясы өтті. Яғни бұл да бізде бала сағын акциялында өткіздік. Яғни қоғамға, яғни әр астанушкаларға осындай афиша істетіп, яғни қоғамдағы халықтарды кіру тегін деп, яғни мәдени іс-шараны қолдаңыздар деген секілді бағытта, яғни үлкен іс-шара ұйымдастырған болатын. Яғни Қаныш және Ғылыми майданның кітап сайысы өткен болатын. Келесі бізде Өзбекәлі және Мәдени майдан, яғни Өзбекәлі және Мәдени майдан бойынша біз 70 орынға сыйлық, яғни өркениетті адамның футболкалары және де 20-дан астам тақияларды тартқан болатынбыз. Яғни мына жерде қарап отырсаңыздар, видеода Гаухардас мейрамханасында, яғни 500-ден астам оқырманға осындай кітап сайысын өткізген болатынбыз. Келесі. Міне бізде кітаптай дейміздің жүлделері, яғни біз 100-ден астам сыйлықтар, яғни Тараз қаласындағы яғни спонсорлар тауып, Шерхан Мұртаза атындағы Тараз халықаралық университетіне 3 грант берген болатынбыз. Яғни осы Өзбекәлі кітап сайысына қатысқан 11-ші сыныптың 3 оқушысы, яғни тегін Шерхан Мұртаза атындағы университетке тегін оқуға жолдама алған. Және де бізде жылына өркениетті адамда аптап өтілетін қандай бір үсіміз бар, яғни әділет ағамыз деген ұйымдастырады. Яғни жылына 1 рет балаларға арналған экскурсия бар. Алдыңғы жылы 1 рет өтті, яғни осы жылы қарастырып жатыр. Яғни кішкентай яғни жасөспірім балаларды алып, яғни естен кетпес шығармашылық бір экскурсия ұйымдастырылады 2 күнде. Ол жерде яғни көңілді саяхат, қандай экскурсиялар, неше түрлі сол жерде бір ойындар ұйымдастырылады. Және де ұлттық спорттармен садақ ату деген секілді күрестер, шығармашылық жарыстар өтеді. Келесі. Және де соңғы сөйлеумен бері, яғни бізде экскурсия, яғни бағана айтып қой, яғни ауызбен көп жерге барып келеміз де, бірақ бармай қаламыз деп. Осы нәрсені қолға алып біз, яғни 13 жерді мақсат қойған болатынбыз экскурсия ретінде. Осы Айша бибіден бастап, яғни Керей мен Жәнібек ескерткішінен жиналып, Айша бибіден бастап, яғни соңында Сақ қорғандары деген жерге барып, осындай 2 күндік экскурсия жасап келгеніміз бар 13 жерге. Келесі. Мынау бағана не үшін қоғамдық бірлестік, яғни бағанағы өтілген іс-шараның барлығы не үшін болып жатыр? Бұның барлығы біз 2025 жылы қоғамдық бірлестік ретінде өзіміздің өркениетті адам кәдімгі мемлекетпен бекітілген қағазды жүйелеп алдық. Яғни бұл не үшін керек? Келесі. Яғни келесі сіздерге ұсыныс, яғни әр облыстағы осындай клубтар өзінің мемлекетпен байланыстырылған заңды қағазын албаса, олар қандай іс-шара жасаса да, яғни мемлекеттен болсын көмек сұрай алады. Мемлекеттен қаржылай жағынан да, басқа жағынан көптеген, яғни неше түрлі шектеулер келіп тұрса, яғни біздің осындай міне қағазымыз бар, кәдімгі мемлекетпен бекітілген деп, яғни оларға ешқандай кедергі жасамауға мүмкіншілік бар. Және де әр мектепте кітап жарыстарын таныстыру, яғни басты мәселе осы әр қалада ашылған кітап клубтарында қоғамдық бірлестік ретінде қағазбен бекітілсе, көптеген ауқымды іс-шаралар жасауға мүмкіндік пайда болады. Рахмет. Ал қайырлы күн баршаңызға. Сіздер көргенге қуаныштымын. Уақыттыңыз.
сөзден сыр, сырдан мән. Неге Тараз қаласына сыр сөз келесін деп өткіземіз. Сыр сөз жастар әдеби мәдени клубы. Бұл жаңа Нұрбек толықтай таныстырып кетті. Қандай құрылымда құрылған. Соның аясында бұл құрылған сыр сөз жастар әдеби мәдени клубы. Өркениетті адамдар жаңа орта жас 35-40 деп айтып кетті. Бізде жастар өте аз, саусақтай санарлықтарымыз. Мен Таразда жалпы жүрген кезде жастар өте көп көремін, бірақ басы бір жерге бірікпеген. Осындай орта жоқ бірге біріктіретін. Соның неге жастар деген сөз қосылды бұған. Осындай Тараздағы білімді, өнерлі жастар бар, ғалым болайын деп тұрған жастар бар. Сол жастардың басы біріксін деген мақсатта мен осы клубты құрған болатынмын. Неге аты сыр сөз келесі? Клубтың статистикасы. Клуб 13 пен 17 жас аралығында. Клуб қазіргі таңда Инстаграмда 78, ал WhatsAppта 16 адам. Яғни жалпы клубта 16 жасөспірім бар осы клубта. Келесі. Бұл клубтың ұйымдастырған жалпы іс-шаралар, кітап пен тәрбие егіз ұлы. Бұл ең ұйымдастырып жатқан кітап жарыстың тақырыбы. Мен отбасы хрестоматиясы баспасымен ең алғаш 2022 жылы таныстым. Ол кезде 12 жаста болдым, өте кішкентай. Қазір енді кітап пен тәрбие егіз ұлы деген тақырыпта Финляндия қалай оянды кітап бойынша өзім оқитын нөмір 70-ші мектепте кітап жарыс ұйымдастырып жатырмын. Жүлде қоры 200 мың теңге. Оған бірлестігі. Маған қазір демеуші болып отыр осы кісілер. Бұйырса жаңа 12 мамырда Алматыда өтеді екен, 13 мамырда Таразда дайын. Қиындықпен өзіне сай шешімі. Енді қиындық деуге мүмкін келеді, мүмкін келмейді. Жаңағы жас айырмашылығы 13 пен 17 жас деп айтып кеттік. Мысалы 13 пен 17 жас арасы жасөспірім жаңа өтпелі кезең дейді, ол 13-тен бастап 16-ға дейін. Сол жастарға дұрыс бағыт берілсе, дұрыс жол көрсетілсе. Яғни 13 пен 17 жас арасында сол жасөспірім қандай жолға, қандай бағытқа бағытталады, 17 жастан кейін солмен кетеді деп ойлаймын. Жалпы мен жеке ойым солай. Яғни жалпы мен осы жасты сол үшін таңдап алдым. 13 пен 17 жас нағыз бір ішкі сұрақтарға деген жауап қалыптасатын, ішкі сұрақтарға жауап іздейтін жас деп ойлаймын. Міне, негізі біз жастарға дайын жауап бермейміз. Өзінің сұрағына өзі жауап таба алатын деңгейге жеткізуіміз керек. Дұрыс жауаптан гөрі дұрыс сұрақ маңызды. Мысалы мен қазір енді әлеуметтік желіні барлығы көреді ғой, бір видео шыққан алдымнан. Мүмкін мен бір жас болған, мен сонша армандап жүрген болашақта мүмкін мен жоқ шығар деген. Бұл жерде бір сұрақ дұрыс қойылмай тұр. Өмірдің миссиясы қандай деген сұрақ қойылса, соны мүмкін жауап шығармайды сол жерде. Яғни дұрыс жауаптан гөрі дұрыс сұрақ маңызды. Неге бұл клубтың аты сыр сөз? Мен жаңа отбасымен таныстым деп айтып кеттім. 2025 жылы маған сыр сөз деген кітапты сатып алдым отбасы хрестоматиясынан. Сол кезде шәкәрімнің сыр сөздерін оқып отырған ол. Жүсіп пайғамбардың қиссасында бар ғой, өмірдің мәнін тапқысы келген адам, мына 3 сұрақпен бетпе-бет келсін деген. Келдім қайдан, кетсем қайдан, өлгеннен соң не боламын деген. Сол өмірдің ең өткір 3 сұрағына шәкәрімнің сыр сөздері ең көркем жауаптар деп алдым мен. Сол үшін шәкәрімнің сыр сөздерін жаттап талдайтын жастардың бұл ортасы. Кітабымен басталғаннан кейін, сыр сөзді жаттап, талдайтын жастар болғаннан кейін, мен бұның атын сыр сөз деп қойдым. Бұның атында енді кездейсоқ таңдалмаған көрініп тұр, Бірақ не тағы? Келесі презентация. Міне сыр сөздің бұл логотипі, енді бұл бастамасы басында. Мына логотип енді 15 секунд уақыт бөліңдерші. Мына логотиптің тура мына элементі не нәрсеге ұқсатып тұрсыздар? Мына логотиптің өзінде мына тура яссауи кесіресіне ұқсайды. Осы логотип жасатқан кезде де бір тарихтың лебі естіп тұрса екен, жалпы қазақ ешкімге демей-ақ, ешкімге дегенде ол шетел айтады. Шетел, Еуропа демей-ақ, қазақтың өзінің ішінде ұлттық құндылық, жаңағы өзінің тілі, өзінің діні, өзінің дәстүрі, өзінің салт-дәстүрі өзіне жетіп жатыр. Біз соны дамытсақ, мысалы логотиптің өзінде мысалы мына элемент тура яссауи кесінесінің өзі қазақтың жерінде қанша хан, қанша әулиелер жерленген. Тура соны еске түсіріп тұрсын. Мына сол шәкәрім енді романды жұмыштап болғанша қылғалар. Мына сол кітапты ақ түсті етіп бір сыр сөз бейнеледім. Аты сыр сөз. Келесі презентация. Қорытындылайық. Қорытынды.
мен енді фото видео оны бір қатты араластырған жоқпын. Осы QR кодпен инстаграмға кіріп өздеріңіз көріп шығасыздар. Келесі. Енді ұсыныстан мен ұсыныс менде жаңа айтып кеттім иә, кітап жарыс ұйымдастырып жатырмыз деп. Енді менде жүлде қоры, егер ақша болмаса, ынталандыру сыйлықтар болмаса, кітап жарысқа тіркелуде болмайды екен. Мен осы кітап жарысты ең бірінші таныстырдым, міне оқушыларды акция залы жинағында міне осындай жарыс болады, тіркеліңдер деген кезде барлығы өте пассивті түрде қарады. Неге? Өйткені ынталандыратын ештеңе жоқ. Одан кейін 2 апта өткеннен кейін біз келістік, міне жүлде қоры 200 мың теңге деген кезде ертесіне 24 оқушы тіркелді сол жарысқа. Неге? Өйткені ол жерде ақша деген жатты. 200 мың теңге. Осындай ақ қалталы ағалар болса, жомарт ағалар болса, осы кітап жарысқа енді мен бұдан да әрі қарай да ұйымдастырамын, алдағы уақытта Құдай қаласа. Егер соған үлес қосамын, бір кішкене болса да көп түкірсе көл дейді ғой, сол үлес қосамын деген ағалар болса, есік ашық. Слайд көрдіңіз? Қорытынды. Енді қорытынды. Жалпы істеп көргенмен қуаныштымын. Тараздан келіп, сыр сөзден клубты таныстырып кетіп, бір шәкәрдің 3 жұмақ бөліп, сыр сөзін оқып, осыны қорытындылай бер сөзіңді. Өмірдің басы бала ортасы адам, қартайып, шал болмасын кетті шаман, мақтап жүрген өмірің осы болса, ұшақ ауыз өлеңмен болды тамам деп шәкәрімнің уақыттың қадірін, уақыттың мәнін түсіндірген сыр сөздері жаттап, мәнін түсіндірді. Микрофон қатырмады, сөйте береді енді. Құрметті қатысушылар, біз мына жерде оқып отырғанымызға 2 сағат уақыт болды. 2 сағатта біз 14 клубтың 7-еу ғана таныстырдық. Яғни 7-еу бар. Сол себепті 7 минутта мен 5 минутта қысқартамын. 5 минутта таныстырамын. Асып қаратса,